Сәлем достар, сіздерге уәде еткенімдей, бүгін ерекше әрі тез дайындалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаны шағып алып, оған қант және де крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң сүтті қосып, жақсылап араластырып, орташа отқа қою консистенция болғанша үздіксіз араластырып отырамыз. Крем дайын болды. Осындай қою консистенция пайда болуы қажет, және де кремнің бетін пищевой пленкамен ауа кірместей етіп жауып қоямыз. Енді бисквит дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаларды шағып, қант қосып, әппақ көпіршік пайда болғанша 10 минуттай шайқаймыз. Келесі кезекте сүт, сұйық май және де құрғақ ингредиенттер, ұн, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп қосуды ұмытпаңыздар. Мінеки теста дайын болды. Енді формаға орналастырамыз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша басқа форма қолдансаңыздар да болады. Енді торттың ерекше дайындалу сәтіне келдік. Яғни кремді мешокқа салып алып, тестаның бетіне узор жүргізетін боламыз. Сіздер әрине өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Тестаны 180 градуста 30-45 минутта пісіреміз. Мінеки достар, ерекше тортымыз дайын болды. Жылдам әрі дәмді болып шықты. Енді дастарханымызға дәм ауыз тиюге тарту етсек болады. Әрине жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.